департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлерімен, патрульдік полиция батальоны және Түлкібас аудандық полиция бөлімінің қызметкерлерімен бірлесіп жүргізілген жедел іздестіру іс-шараларының нәтижесінде Түлкібас ауданы арқылы өтетін Батыс Қытай, Батыс Еуропа тас жолының бойында Түлкібас ауданының тұрғынының басқаруындағы Subaru автокөлігі тоқтатылып тексерілді. Тексеру барысында автокөліктің артыңғы жүк салғыш бөлігінің ішінде 4 қапқа салынған есірткі ұқсас заты анықталып тәркіленді. Аталған жайт Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабының 4 бөлігімен тіркелді. Сараптама қорытындысына сәйкес тәркіленіп алынған зат 20 килограммнан асатын кептірілген марихуана болып анықталды. Қазіргі таңда күдіктінің бас шарасы қамауда, тергеп тексеру жұмыстары жүргізілуде.